Отандық танымал актер Бауыржан Сатов өміріндегі қиын кезең жайлы сыр шертіп, әкесінің өлімі жайлы айтып берді. Бауыржан Сатов әкесінің қазасына қатысты жан сырын «Әке бақыты» бағдарламасында ақтарған өнер иесі әкесінен айырылған сәтте небәрі 3 жаста болса да көп нәрсе есінде қалғанын айтты. Әжем 90-шы жылдары сатушы болды, арақ-шарап, үйде не бар соны сататын. Күні түнде ішімдік ішкен жас жігіттер келіп, арақ сұрайды, апам шықпайды, бермейді. Бала шаға кішкентай, ұйықтап жатыр. Кетіңдер дейді. Олар апамды балағаттайды, оны естіген менің әкем құр отырсын ба. Атып шығады, өзара сөйлеседі, кейін төбелес басталады. Әкем бойшаң, денелі, батыр тұлғалы жігіт болған, біраз уақыттан кейін олар қайта келеді. Сол жағдай намыстарына тиген, аңға шығатын мылтықтары бар. Келгенде ит үре бастайды. Бірінші оқ итке кетеді. Соны естіген әкем қайтадан жүгіріп шығады. Оның артынша анам жүгіреді. Сол кезде екінші оқ әкемнің жүрегіне тиеді. Үйдегілердің бәрі оянады, қырғын, у-шу болған. Анамның айтуынша аспанға қарап бір демалып құлаған, ал ана жігіттер қашады. Әкемді жедел жәрдем алып кетеді. Үйдегілер бәрі артынан кетіп қалады. Сол қарбалас сәтте бізді үйде ұмытып кетеді. 3 жасар мен 8 айлығыным мен қалып қойдым. Бір кезде дәрігерлер шығып болды деп айтқан кезде анам сол сәтті қабылдап, содан кейін барып қана 2 баласы үйде қалып кеткені есіне түседі, үйге қарай жүгіреді. 8 айлық бала жылайды ғой, 3 жасар мен інімді қолыма алып, мама қазір келеді, жылама деп тербетіп отыр екенмін. Ініммен қарым-қатынасымыз сол кезде басталды. Өзімде жылап отырмын, деді әртіс Бауыржан Сатов. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.